This one classic, this one tiny. Maybe too tiny, right? Too small? Они капец смотрят на меня. Біздің Қазақстанда бұндай жоқ. Неужели тауып алдым? Мынаны алып жатырмын. Қандай красота. Ақыры Майамида машина алдық. Ди артыққа жатып алып, ұйықтаймын деп. Лас-Вегас пен Лос-Анджелесқа барамыз енді, иншалла. Андай машина бар ғой, білесіздер ма? Қазір көрсетемін. Сейчас. Атын білмеймін просто. Келдім, қайтадан Рубудада жүрдім. Шай көріп отыр, маған келдім. Үстіндегісі менің футболкам ғой енді. Басқа сыймады енді. Жаным ау. Борщ істеп қойған ғой, соны жейін жатырмыз. Адамдарға айтқым келеді, енді сеніп жатқандар сене беріңіздер. Ертең өкінесіздер. Экспертиза, сот, бәрін бүйтіп шығарып беремін ғой сендерге. Сонда өкім қалмаңыздар жайттер. Менің келінім де айтып жатыр да, не үшін сіз қат жүгіріп кеттіңіз дейді да маған. Мен айтып жатыр бұған да, ол видеоны маған просто жер жатса екен, мен ойладым, это же не я деп жүре беремін ғой. Но андай қылып салып жатыр да, типа сол видео и я қылып ше. Осылай аккаунтымды жіберіп. Поэтому мен шулап кеттім тоже. А так мне было бы все равно. Енді шулап жатыр деген адамдарға айтамын да, қызық енді сіздерді прям сол ұятсыз видео салып жатқан кезде қалай шуланасың, негізі типа логикаға сене қарасың. Жоқ қалмайды. Менеджерім ұл ғой енді ер адам. Ер азаматтар жаңағы ұятсыз жерлерін жібереді екен да, например, ой мен деп шошып кетемін дейді ғой. Уже мен травма дейді да. Жоқ, ер азаматтарға да айтқым келеді, не мақсатта жібереді деймін да. Түсінбеймін әлі мен. Күлкім келеді. Түрлі адам бар екен. Түрлі адам. Тем более менің Аллаға шүкір статистикам 100 миллион. Андай болады ғой, бүйтіп жазылып тұрады ғой, статистика 100 миллион. 300 мыңнан 500 мыңға дейін қарайды ғой стористі. И өте көп адам. Кейбір адамдар ренжіп жазады, бұл өзінше ответ бермейді деген сияқты. Мен дайректті қарамаймын. Не үшін менеджердің номерін қойдық Инстаграмға? Бүкіл сұрақтарыңыз болса сол жаққа жазасыз. Бір андай недоступный адам болса екен, доступность тұр ғой, менеджердің номері тұр. Бірлерің жиі сыйлық бересіңдер, иә? Білмеймін, айтады ғой, сыйлық берсең, сыйластығын арта түседі деген сияқты. Ең қымбат сыйлығың оған берген? Луи Виттон. Бағасы? 300 мың. Одан алған? Бриллиант қой дейм, қателеспесем. Жоқ. Туған күніме подарок берген. Туған күніме. Қандай? Ақшалай сыйлық. 1 миллион?
Ну, болады. Дым айтпайды, а? 1-0 алсаңыз. 100 мың ба не? Қалжың. Туған күнінде күшті сыйлық берген екенсіз. Не бердіңіз? Сабинаның ба? Не бердім я? Қанша теңге бердіңіз? Айтатын ақша емес, арзымайтын ақша. Арзымайтын ақша. Бірақ ол сізге Луи Виттоннан, я міне, ремень берген екен. Бүгін тағып келген. Көзін дейгіп Сабина. Ой, ян, тағып жүрмесем ұрсады бұл. Нараға маған бірақ мына жақта задание береді. Сен прям жабысу керексің, прям страстно, жақында оған сүйініп жатқан сияқты деп сөйтіп айтты маған. И Жекадан сезіледі ше, ана әйел ойлап тұрған, қысылу, иә. Сол айтқым келеді шоу-бизнестағыларға. Қорықпаңыздар әйелдеріңіз. Или қорықсаңыздар, келмеңіздер шоу-бизнесқа. Бір киносына түсуге бір ұсыныс сізді байқап қалып, сондай болды ма? Иә. Вот Индияның, бірақ Голливудта емес, Индияның журналистері жаңағы тұрды, визиткаларын, мен визиткамды сұрады. Мен номерімді бере салған, менде визитка жоқ болды, потому что айтқан Индияның киноларына келеді екен сіздің түріңіз деп. Иә. Сол себепті енді білмеймін. Голливудтың бір киносына түсуге бір ұсыныс. Ұнайды маған. Вот действительно ұнайды. Жасы қаншада Нұрмұхаммедтің? Мен бүйтемін ғой, екеуміз випкада отырмыз да. Қайырлы болсын деймін да. 2006 дейді, мен 2008-мін деймін. 2-ақ жас? Жоқ, әрине әзір. Оның ойы кетті. Содан кейін сразу он подписался. Мужественный, очень мужественный. Бірақ ана қолымыз таптырдық қой, күшті болды. Қол қалай екен? Қол күшті. This one classic, this one tiny. Maybe too tiny, right? Too small? Они